Кезекте тугандар, ушул базардын ортосундагы жылы жаңы унааларды көрсөтүүнү уланып жатабыз. Бүгүн 14 ноябрь 2021 жыл. Авторунок Бишкек Азамат унаа базары. Ушунда жылы жаңы унааларды көрсөтөбүз. Видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Lexus ES 250 2.5 объем 2013 жылкы. Баасы $19.900. Ал эшиги жабык экен. Honda CR-V 3 жылы 2008-24 автомат, баасы $12.200. Салоны. Бұл жақта дагы бір Lexus GS екен бұл, GS 350 қара түсті. Жылы 2012-35, коробка автомат, $21.500. Байланыш номері бар. Бұл жақта Toyota Camry гибрид, 70 кузов, ақ түсті. Жылы 2018, 2.5, $24.800. Байланыш номері бар. Салон қаралы. Кейінгі бұл жақта мына машина Kia Rio автомасы, ақ түсті. Дөңгелектері қышқы, коробка автомат. Бұл жыл қайсы? Бұл қағаз қойып қойсаңыз, жаңа қағазды. 2019 коробкасы автомат, болғаны 19.000 километр жүріп тұр. Көлемі 1.6, басы $17.500. Бұл баяғы Кореядан келгенде қанша болды бұл? Қанша ай болды Қырғызстанға келгенде? Бұл жерден алынған салоннан. Салоннан алынған, салоннан алынған. Қайсы канал? Бишкекке бару каналы. Бишкекке бару каналы 5 жылдан бері машина базарын тартып келеді. Lexus ES 250 2009 жылқы 2.5, басы $11.800. Қазір ES жоқ екен, ешігі жауып, артынан көрөбүз. Бұл жақта Kia Q5 автонасы. Салоны açık көрөлү. Бүт комплектация бардығы бар. Панорама крыша, люк бар. Байланыш номері тосылып қалыптыр. 114.000 км жүрген, жылы 2011, 2 объем бензин. Басы $11.000. Hyundai Sonata жылы 2011, 2.4 автомат, басы $9.500 сұрап жатыр. Салон açık көрелі. Hyundai Sonata. Монтаз, бұл жақта кейінгі автона. Kia Q9 2015 жылқы 3.5 автомат, 136.000 км жүрген, басы $20.000. Салоны. Анан кейін бұл жақта дағы бір Lexus ES 350 2012 жылқы, коробка автомат, басы $22.000 сұрап жатыр. Дөңгелектері қышқы, ешігі жауып азат пока. Алабы жақсы. Бұл жақта Lexus RX 300 2004 жылқы, газ бензин, басы $13.700.
салону. Toyota RAV4 avtonасы. Күміш түсті, коробкасы автомат. Жылы 2006, 2.4, $12.900. Астындағы кішкене номер тұр, ошол номерге чаласыздар. Бұл жақта ушул Hyundai Sonata'нын жаңысы қара түсті. Жылы 2016, 2.4 заводской бензин, басы $13.900. Subaru Outback 2010 жылғы 2.5 автомат $12.300. Дөңгелектері жайқы. Проблема жоқ. Жақпаса келеміз бәрі. Subaru Outback. Салон көрілі. Жауық екен. Бұяқта кейінгі біздің автона Acura 2011 жылғы 3.7 автомат $35.000. 35.000 километр жүрдір. Басы $14.800 сатып жатыр. Acura салонын ашып көріп қоялы. Пробег қаншалық қалды? Пробег қаншалық қалды? 35.000 километр жүрді де. Range Rover 2010 жылғы объем 5 бензин, 510 атты күші бар, пробег 140.000 километр жүрген, бағасы $19.900, сомы саттығында $1.700.000 сом. Байланыш номері бар. Салон ашып көрсек болады. Отырыштары қара түсті кожа. Пробег 123.000 километрде көрсетіп жатады. Бұл жақта кейінгі біздің автона дағы бір үшін жанында қызық түсті Range Rover автонасы 2010 жылғы 146.000 километр жүрген, объем 3.6, басы $17.500. $17.500 артын отырыштары. Состояниясы Range Rover 3.6 объем, турбо дизель. Мұнан таңыз бұл жақта Toyota Camry 2012 жылғы Канададан келтір, газ, бензин $13.400. Азыр есігі жауық. Түсі қара түсті. Бұл жақта көк түсті Honda Accord 2019 жылғы комплектация X-Sported 30.000 километр жүріп, басы $25.000. Нашу номерге чаласыздар. Салонын ғалаш көріп қойлы. Honda Accord. Subaru Outback көрсетеміз. Америкадан келген. Учетқа қойылды, азыр қырғыз номерде тұрады. Жылы 2011 жылғы, көлемі 2.5, басы $12.500. Азыр номері biraz чағылышып жақсы көрмейді аташайды, мен бияқтан айтып қойын. 0500-606-406 деген номерде тұрады. Пробег 141.000 километр жүріп тұр.
Subaru Outback. Onun жанында Toyota Highlander. Коробка автомат, жылы 2012-35, басы жазылмап тұр. Mercedes көрсетейін, бұл жерде Mercedes қара түсті. 1.6 объем, 2017 жылғы, басы $25,000. Байланыс номері. Бұл жерде Toyota RAV4 күміс түсті, дөңгелектері қышқы. Жыл 2016, объем 2 автомат, басы $17,500. Жауып екен. Бұл жақта Toyota Camry, свежий перегон, задний камерасы бар. Дөңгелектері титан дискада, жайқы. Жауып екен. Бұяқтан ашты бөлі. $14,600. Кожаный салон, 15 жылғы, экипаж. Вантамыз, бұл жақта дағы бір Lexus RX 330, 2004 жылғы, 168,000 км жүрген. Басы $13,500. Дөңгелектері қышқы. Мұнда салон көріп бөлі. Пробег қаншалық қалды екен? 168,000 км жүрді деді.